Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылар қатарында біле отырғыңыз келсе, арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймесін баса кетуді ұмытпаңыздар. Лайк түймесін басқан қолдарыңызға батуылы қабырғаларын ұстау нәсіп етсін. Ал ендеше бастадым. Шиманаихада зейнеткерлерді байлап, ұрып-соғып тонап кеткен. Шиманаихада зейнеткердің аяғын скотчпенен байлап, дене жарақаттарын салып, тонап кеткен күдіктілер анықталды деп хабарлады бақ.кз полиция.kz-ке сілтеме жасап. Шиманаиха аудандық полиция бөлімінің жедел қызметкерлері ауыр қылмыстың бетін ашты. Полиция бөліміне қаланың 73 тағы зейнеткері тұрғыны еге белгісіз адам үйіне кіріп, аяғын скотчтап, байлап, оған дене жарақаттарын келтіріп, 70 мың теңге көлеміндегі ақшасын ұрлағаны туралы хабарлаған. Уақиға орнына полиция қызметкерлері жедел жеткен. Тәртіп сақшылары ізін суытпай күдіктілерді анықтап ұстады. Олар 63 және де 42 жастағы туған жерінің тұрғындары болып шықты. Екеуі де бұрын ұқсас қылмыс жасаған үшін сотталған. Қаскүнемдер кінәсін мойындап, қылмыс алдын ала сөз байласу арқылы жасалғанын айтты. Сондай-ақ жәбірленуші егде жаста болғандықтан оларға қарсы тұра алмайтынын сенімді болған. Сөйтіп, бағалы тұрмыстық техникалы үйден шығару үшін қылмыс орнына қайта оралуды жоспарлаған. Қазіргі уақытта күдіктілер соттың санкциясымен қамауға алынды. Бізді тамашалауда жалғастырыңыздар және де ой пікірлеріңіз болса, комментарийде қалдырыңыздар. Сау саламатта болыңыздар.